Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге өте жұмсақ болып шығатын, ешқандай жұмыртқасыз, маргаринсіз және сүт қосылмаса да өте жұмсақ дәмді болып шығатын осындай ерекше күлше нанды жасап көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бөлме температурасындағы жылы суымызды табамызға құйып аламыз. Оның үстінде балғын ашытқымызды саламыз. Міндетті түрде ашытқыңыз жақсы сапалы болу қажет, яғни мерзімі өтіп кетпеуі қажет. Оның үстіне 4 шай қасық болатындай қантымызды салып, және 1 шай қасық болатын тұзымызды саламыз. Барлығын осылай жақсылап салып аламыз. Ең соңында 3 ас қасық болатын сұйық майымызды осылай видеодағыдай құйып шығатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте қарапайым, қолжетімсіз заттардан тұрады. Барлығын осылай венчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз, немесе вилкамен араластырсаңыздар да болады. Бұл жерде ең маңыздысы біздің ашытқымыз, яғни мерзімі өтіп кетпеген, балғын болуы қажет. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп дайындап қоямыз. Міндетті түрде електен өткізуіңіз қажет. Бұл да сіздің күлше нанның жақсы көтерілуіне өз әсерін береді. Осылай жұмсақ қамыр илейміз. Ұныңыздың барлығын бірден салып жібермейсіздер. Осылай екіге бөліп, қолыңызбен жақсылап тұрып жұмсақ қамыр илейміз. Ыдысымыздағы барлық қамырларды алып аламыз. Құрметті менің көрерменім, дәл осы видеоның астында описание бөліміне толық рецептін жазып қалдырамын, сол жерден қарай аласыздар. Мінекей осындай жұмсақ, иілгіш қамыр шығуы қажет. Енді қолымызға кішкене ғана сұйық майды аламыз да, қолымызбен жақсылап майлап, қамырдың барлық жағын майлап шығамыз. Сіз қандай да бір ашытқы қолданып қамыр илейтін болсаңыз, міндетті түрде осылай қамырды майлауды ұмытпаңыз, өте жақсы көтерілетін болады. Бетіне осындай целлофанды жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге қоямыз. Менде шамамен 1 сағаттай уақыт өтті. Қараңыздар, әдемі болып, үлкен болып, осылай 2 есе көтеріледі. Қамырымызды жақсылап бірлет қайтарып аламыз да, столымызға түсіріп, дөп-дөңгелек қылып 4 бөлікке бірдей етіп бөлетін боламыз. Егер сізде весы болса, яғни сонымен өлшеп алсаңыздар да болады. Мен бірақ осылай теңдей етіп бөліп шықтым. Көз мөлшерімен бөліп алсаңыз да жеткілікті. Әрбір бөлікті қолыңызбен қайтарып осылай дөңгелек жасайтын боламыз. Құрметті менің көрерменім, егер менің видеом ұнап, сізге пайдалы болып жатса, лайк басып, комментарий жазып, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Кішкене қолымызды майлап аламыз да, видеода көрсетілгендей, ортасынан осылай жан-жағына қарай ашып, күлше жасайтын боламыз. Ешқандай да қиындығы жоқ, бір жасағаннан сіз жасай аласыз. Міндетті түрде жасап көріңіз. Осылай видеода көрсетілгендей, 2 саусақтың көмегімен жақсылап ортасын жоғарыға қарай ашып шығамыз. Мінекей 4-еуінде дәл осылай жасап шықтым. Міндетті түрде пергамент қағазының астына қойып, тағы да 15 минутқа бетін жауып қалдыратын боламыз. Шамамен 15 минут өткеннен кейін қолымызбен тағы да үлкейтіп ашатын боламыз. Бұл жерде қатты баспайсыз, жиегін басуыңызға болмайды. Яғни жиегі осылай томпайып көтеріліп тұруы қажет. Егер де сізде одан да көп күлше нандар қажет болса, рецептін көбейтсеңіз болғаны. Ортасын әдемілеп ашып алғаннан кейін осылай вилканың көмегімен жақсылап әдемілеп тесіп шығатын боламыз. Егер де сізге осылай нанға арналған нан тескіш болатын болса, сонымен жасасаңыздар да болады. Ал егер болмаса, осылай вилкамен тесіп шығыңыз. Сонан кейін бір жұмыртқаның сарыуызын барлық жеріне шағып шығатын боламыз. Тек қана жұмыртқаның сарыуызын өзін ғана жақсаңыз, қызарып, әдем болып пісетін болады. Ортасына кунжут немесе макс сепсеңіздер де болады. 180 градуста қызып тұрған пеште 25 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің кішкентай күлше нандарымыз пісті. Қараңыздар, қызарып, томпайып, әдемі болып, және ең бастысы жұмсақ болып шығады. Өте дәмді әрі жұмсақ, иісі сондай керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Гүлзая. Келесі кездескенше ас болсын.